Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Мен сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. 13-ші тапсырма, мәтінді тыңда. Астанадан 6 шақырым жерде құлагерге ескерткіш орналасқан. Ескерткіш Астана-Көкшетау тас жолының бойында тұр. Құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Құлагер әйгілі ақын серінің тұлпары. Ақын 16-17 жасынан әнге, өлеңге, домбыраға әуес болды. Мәтіннен өзіңе қандай жаңа ақпарат алдың? Мәтіннен ақын серінің құлагерінің мыстан құйылғаны туралы ақпарат алдым. Ол ақпараттар саған ұнай ма? Ұнаса неліктен? Маған ұнайды, өйткені ақын серінің тұлпары бәйгеде жүлделі орын алады. Өз өлкеңде қандай ескерткіштер бар? Менің өлкемде Абай Құнанбайұлының ескерткіші бар. Мәтінде қарамен жазылған сөйлемдерді көшіріп жазып, сөйлем мүшесіне талда. Олардың тыныс белгісіне назар аудар. Құлагер әйгілі ақын серінің тұлпары және құлагердің мүсіні мыстан құйылған. Бұл жерде құлагердің бастауыш, құйылған баяндауыш. Құлагер бастауыш, ақын сері бастауыш болып тұр. 14-ші тапсырма, сөйлемдерді оқы. Әділет оқушы, Сәуле биші, алма жеміс. Әділет оқыды, Сәуле биледі, алма пісті. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндаушын тауып, оларға сұрақ қой. Бұл екі бағандағы сөйлемдердің баяндаушы, оқушы, биші, жеміс, оқыды, биледі, пісті. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндаушын салыстыр. Бірінші бағандағы сөйлемдерде баяндауыш, оқушы, биші, жеміс болса, екіншісінде ол іс-әрекетпен көрсетілген, яғни оқыды, биледі, пісті болып. Екі бағандағы сөйлемдердің баяндаушын салыстырдық. Енді баяндауыш, бастауыш та, баяндауыш та зат есімнен кейін жасалса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Әмір күйші, Алматы сәулетті қала. 15-ші тапсырма, мақалдардың қатесін түзеп көшіріп жаз. Отан қуат, отбасы шуақ. Мектеп кеме, білім теңіз. Ас атасы нан. Шығармашылық үзіліс. 16-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, өлеңді оқы. Қасқырдың қаруы тісі. Есектің қаруы күші. Бүркіттің қаруы тырнағы. Жыланның қаруы уы. Өлеңдегі сызықшаның қойылу себебін түсіндір. Өлеңдегі сызықшаның қойылу себебі өйткені бастауыштан кейін баяндауыш зат есім болып жасалып тұр. Сол үшін бастауыштан кейін сызықша қойылып жазылып тұр. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақтағы тапсырмалар сендерге түсінікті болған болса, каналымызға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазсаңдар, мен міндетті түрде сендерге жауап беретін боламын.